Майдан үндеген жоқ. Тас болып қатқандай мелшиіп отырды да қалды. Екеуі де шырықтары бұзылған, іңірде ғана белшеден батқан қуаныш, бақыт атаулыдан жұрдай болған мүсәпір халде еді. Терезеден дамылсыз үрген түнгі қоңыр самал бойларын сіреп, жалаңаш денелерін дірдек қаққызды. Ұлтуған қол созып, төсек үстінде көрпені алып, арқаларына жабынған. Біртіндеп таң атты. Үй ішіне жарық кіре бастады. Екеуі бір-біріне қараған. Екеуінің де өңдері боп-боз. Көздерінің асты көгілдір тартып, күлдіреген, шүңірейген жүдеу еді. Майдан қыздың жалаңаштаған иығын қапсыра қысып өзіне тартты да мойнынан сүйді. Бүгін жұрттың бәрі естиді ғой. Не бетімен қараймын елге? Сұмдық-ай, деп ұлтуған бетін басты. Жә, жылай бермесеңші, деді Майдан. Жылап отырғаным жоқ. Майдан, енді мен кетесің бе? Деді ұлтуған сыбырлап. Жоқ. Кетесің ғой, кетесің. Жоқ дедім ғой, кетпеймін. Жат, демал. Ұлтуған үшін бұл күннен ауыр, бұл күннен асқан жазалы күн болған емес шығар. Көрші көлең оянбай тұрып, елең алаңнан сиырын сауып, бос жібере салды да төсегіне кеп тарс бүркеніп жатып алды. Тамақ та ішкен жоқ. Ештеңеге зауқы да болған жоқ. Түс кезінде біреу кеп есікті тоқылдатқан, оған да тұрмады. Әлден уақытта түнгі сынған әйнектерді күтірлете басып, аңғал-саңғал терезеден біреу басын сұқты. Хозяйка бар, жоқ, деді дауыстап. Кәдімгі осы ауылдағы әйнек салғыш Иван деген шал. Ұлтуған басын көтерген. Маған әйнек салады, жіберген, деді шал. Салыңыз, деді ұлтуған, тұрып есік ашты. Кім жерді деп шалдан сұрағанда жоқ. Темек сасыған шал мұрнын астан ыңылдап әндете жүріп әйнектерді салды да жөнше кетті. Ұлтуған төсекке қайта жатқан. Екі шекесі солқылдап жүрегі айнады. Ақыры қыстығып жылады. Бірақ бұрынғыдай дауыс шығарып, яки өксік қысып жылаған жоқ. Шалқасына сұлқ жаққан күйі екі көзіне жас парлай берді. Ып-ыстық боп бетінен қиғаштап тарам-тарам жол сызып, жастыққа тырс-тырс там жатты. Күн батты. Ымырт үйіршіп, бөлменің ішін қараңғылық жайлай бастады. Ұлтуған сонда да қозғалған жоқ. Солқылдап болмаған соң орамалмен шекесін мықтап орап тартып тастады. Ыстығы бар сияқты. Ауырған болармын деп түйді. Майдан келер ме екен, келмес пе екен? Осы ойдың оралуы мұң екен, жындан нардай халге жетті. Келмейді, келмейді дегенде бүкіл тіршіліктен айырылған күдер үзген күйге түсті. Сыртқы есік сықыр етіп ашылды да, сәлден соң ауыз үйдің шамы жанды. Онан ішкі есік ашылды да, босағаға созыла басып кеп Майдан тұра қалды. Неге келдің? Неге келдің? Кет! деп аттандай дауыстап жіберген ұлтуған ұшып барып оның мойнына асыла кетті. Тасқа құшақтаған күйі есіне танған адамша. Майдан-ау, Майдан, жаным-ау, деп дауыстап солқылдап жылап жіберді. Майдан оны әзердеп көтеріп әкеп орнына жатқызды. Екеуі де сол құшақтағандарын жазбаған күйде шешінбестен бұл дүниеден алыс басқа дүниеге кеткен еді. Ләм-мим деп сөйлескен жоқ. Тек жүректері лүпілдеп, ыстық демдері шарпысып, көкіректері ғана сайрады. Түннің бір уағында екеуі тағы да сәнді баланың айқайынан шошып оянды. Еш жиғанша болмады, терезе тағы да күлпарша болды. Ішке тарс-тұрс кезектер атылды. Майдан атып тұрып сыртқа кеткен. Сәлден кейін сәнді баланың «Ойбай, өлдім, өлдім» деген аттаны шықты. Сөйткенше болған жоқ, ауыл арасы шаң-шұң айқай-шуға айналып кетті. Ұлтуған қалш-қалш етіп зәре-құты қашып, жатқан орнынан қозғала алмады. Сол күйі таң атқанша көзі бажырайды да жатты. Майдан қайтып оралған жоқ. Не істеп, не қойды, не күйге ұшырады, ол жағы мүлдем белгісіз. Әлде төбелесіп алып бұрынғы әдеттерінше сәнді баламен татуласқан шығар. Енді қайтып ұлтуған жаққа жоламастай боп бір жола кеткен шығар сірә. Мейлі енді, жылағаннан не пайда, ойланғаннан не опа. Келгісі келсе келер, келмесе тағы өзі білер.
Ұлтуған тұрып, үй ішін сыпырып жиыстыра бастады. Таңертеңгісін атқарушы шал келді. Бастық кеңсеге шақыртқан екен. Ұлтуғанның жүрегі су ете түсті. Бәрінен де жаман қорқатыны бастықтың алды еді. Жиналысқа салып бүкіл ел-жұрттың алдында масқара етсе, оның өткен не қорлық болсын. Оны да асылып өлген артық та. Бармаймын, деді Ұлтуған. Өзі үйдің төбесіне қарады. Екі көзі тінтініп асылып өлер шеге кездегендей болды. Атқарушы шал бірдеңе айтқысы келгендей ерні жыбыр-жыбыр етіп біраз тұрды да, ақыры Ұлтуғанның сөз тыңдамас түрін көріп, бұрылып шыға берді. Табалдырықтан аттай бере сәл бөгеліп, жаңа әлгі майданды милиция кеп ауданға кетті, деді. Неге? Қамайтын шығар тәрізі. Түнде әйелін көгала қойдай қып сабап салыпты. Тәйірі бұл күнде әйелге қол жұмсап несі бар десеңші. Осыны айтып атқарушы шал шығып кеткен. Мына хабар Ұлтуғанға жай оғындай тиді. Не істеп не қоярын білмей, біресе далаға шығып, онан қайта үйге кіріп аласұрды. Сорлады-ау, деп күбірлей берді. Қайнап тұрған самаурынның отын сөндіріп, суын төгіп тастады. Шай ішіп отыратын қай сәні қалды ендігі жерде. Не істейді енді? Қайда барады? Кімге барады? Егер осыдан бірер ай бұрын Ұлтуғаннан осы майдан қандай жігіт, саған ұнаймы өзі, деп сұраған біреу болса, бұл тіпті не дерін білмес еді-ау. Сұңқиған арық, үнемі арақ ішіп жүретін бадырақ көз жігіттің қай түрін, қай қылығын ұнатамын дер еді. Қайта күлер еді ғой, әжуағылар еді. Ал ендігі күйі мынау. Дүниедегі ең жақыны, ең ардақтысы майдан ғана. Шатса тұрса соны ойлайды. Жаңа киімдерін киініп, қолына түйіншек ұстаған Ұлтуған сәскелікте келетін автобуспен аудан орталығына жүріп кеткен. Жол бойы майданын жайын ойлаумен болды. Кінәлі ол емес, оның басын шатып қойған бұл ғой. Қамау керек болса, мұны неге қамамайды? Ешбір өкінішсіз артына қайырылмастан кете берер еді ғой. Кімі қалып барады артында қарайлайтындай. Тек майдан босаса, со байғұстың көңіліне қаяу түспесе, бұған сонан артық не қуаныш, не бақыт керек. Қазір ауданға жетісімен бұл тұпадан тура милиция бастығына барады. Бар жайды еш бүкпесі соған тура баян етеді. Өзін қамауды, майданды босатуды өтінеді. Жылап отырып алады, бірақ қайтсе де майданды босатып, орнына өзі қалады. Автобустан түскен бойы ол милиция бөлімінің қай жерінде екенін сұрап алды да, асығыс басып, сонда тартты. Ыстық күнде қоңырсық лебі жүректі қапқан асфальт, көше былқ-былқ етіп майысып, жүрісін ауырлатып жіберді. Сәлден кейін иіс қоңыспен зыңылдаған ыстықтан басы айналғандай боп кетті. Көзі қарауытып, екі өкпесі кеудесіне сыймай, лоблығып лоқси бастады. Бүкіл өне бойын зіл бірдеме төме тартқандай. Бетім-ай, жүкті боп қалған ба деген ой осы жіберген. Қорқып кетті. Адай жердегі бағанға барып буын-буындарын дірілі басылғанша сәл сүйеніп тұрды. Үреймен қатар шым-шымдаған қуанышта оралды. Милицияға бұл келгенде түскі үзіліс екен. Бастық жоқ боп шықты. Әуелді жылы шыраймен амандасқан, жылпылдаған жылтыр қара кезекші жігіт мұны майданды іздеп келгенін естісімен түсі күрт суып сала берді. Кішірек көзі тесірейіп, өңменен өтіп. Кімі боласың? Әйелсің бе? Деді бірден сенге көшіп. Зәресі ұшқан Ұлтуған жоқ деуге де, иә деуге де, аузы бармай, болар болмас қана басын изегендей болған. Немене, жолуға келдің бе? Иә, жолуға болмайды. Бар жағдайымды айтсам деймін, бастарыңызға түсіндіріп. Сен қатын, бастықтың да басын қатырма. Әбден дағдығы балғасындар. Қит етсе ұрды соқты деп, милицияға хабарлап, артынан жылап сықтап келіп жүргендеріңді өстіп. Ол мен ұрған жоқ. Мен де ұрған жоқ ендеше. Бар, қайт үйіңе. 15 күннен кейін бірақ көресің. Кезекші мұнан әрі сөйлеспейтін түр көрсетіп, кейін бұрылып кетті. Ұлтуған сыртқы есік сыртынан шығып, милиция бастығын келуін далада отырып күткен. Бірақ қанша сарылып күткенмен, ол кісі түстен кейін жұмысына келмеді. Бір кезде әлгі кезекші милиционер ашық терезеден басын шығарып,
бастарының бүгін ертең келмейтін тығыз бір шаруамен жол жүріп кеткенін айтты. Әбден қажыған, қаталап шөлдеген ұлтуған мұнан кейін де майданға жолығуға әрекеттеніп көрді де, ақыр одан ештеңе өнбесіне көзі жеткен соң кешкі автобуспен ауылға қайтты. Өне бойы салдырап қатты шаршағанын сезді. Ауылға күн ұясына қона жеткен. Автобустан түсе бергенде қарсы алдынан құйғыта шауып бригадир Сағынбай шыға келді. «Әй, ұлтуғансың ба?» деді атын басын іркіп. «Қайда жүрсің сонша? Бүгін күні бойы іздеп тауып алмадым ғой. Терезеңді салғызып қойғам». «Рахмет, ауданға барып ем». Әлгі майданды қамап қойып па? Көре алдың ба?» «Жоқ». «Байғұс-ай, ал енді өзің жұмысыңды ұмытқаннан саусың болса, үйде отырудың жетті емес пе? Әкесінің қанжығасына байлап жүрген ешкім жоқ. Бәріміздің де әкеміз өлген. Тіршілік қамына кіріссеңші. Ертең анау қоғалы бұлақтағы пішенге барасың. Дайын бол». «Мақұл, тек бастықтың шақыртқан еді, сол кісіге жолығайын». «Жолығатын дәнеңе жоқ. Жұмыстан қалмай жүріп кет. Бастыққа мен өзім айтармын». Соңғы сөзін жүре сөйлеген Сағынбай шаба жөнелді. Ұлтуғанның көңілі едәуір сергігендей боп қалды. Шынында да жұмысқа шықпағаны көп болыпты-ау деп ойлады. Тіршілік қамын ұмытыппын ғой мүлде. Сол күннің ертеңіне Ұлтуған шай қойып ішіп, қоғалы бұлаққа жеткелі жиналып жатқанда, күтпеген жерден көрші үйдің кемпірі келді. Калошын шешіп төрге озып барып жайғасып отырды. «Бүгін күн жұма болған соң Құран оқиын деп келдім», деді қатқыл дауыспен. Онан соң қоңыр үнмен зарлатып бастай жөнелді. Ұлтуған көзінің қиығымен кемпірге ұрлана қараған. Кескіні аса, саябыр салмақты екен. Бұл дүниенің кәкір-шүкір көп тірлігінен аулақ, қоңыр салқын баса бір дүниеге бет ауған сияқты. Әлден соң алақан жайып, іште күбірлеп кетті де, Ұлтуғанның әкесінің, онан соң шешесінің аттарын атап, соларға иман бағыштап барып бетін сипады. Кемпірдің мына қылығы Ұлтуған әбден риза боп қалды. Шайын демдеп жіберген. Бірер шыны шайды асықпай ішкен кемпір: «Шырағым Ұлтуған, асығыс екенсің. Бұйымтайымды қыса сөйлейін», деп бастады да, өзінің бала сүймей зарығып жүрген немере інісінің егер бұл қомсынбаса да сөз салар ойы барын айтты. «Әлі 50-ге келе қойған жоқ, жас», деді кемпір сөздің соңында. Кемпірден оңай құтылып кеткісі келген Ұлтуған: «Апау, ол кісінің әйелі бар ғой», деді күліп. «Шырағым, әйелінің өзі рұқсат беріп отыр. Ондайға заңда қасы болмайтын көрінеді ғой», деп кемпір бұлтарар жолды кесіп тастады. Ұлтуған үндеген жоқ. Жұмысқа асығыс екенін сездіріп орнынан тұрған. «Ойлан, шырағым, қабырғаңмен кеңестеп», кемпір де кетті. Гүлді орамалын көзіне тасқып тартып алып үйден шыққан Ұлтуған кеңсе алдында пішеншілерді қоғалы бұлаққа апаратын машинаның арт жақ бұрышына кеп елеусіздеп отыра кеткен. «Ұлтуғанбысың бей? Аманың қайда?» деді бір келіншек сампылдап. Ұлтуған үндеген жоқ. Естімей адамша теріс қарап отыра берді. Қорыққаны осындай тілдер болатын. Енді неде болса шыдап бағуға үндемеуге тырысты. «Ибай-ау, өзі тіпті сөйлескісі келмейді. Бізді менсінбей қапты ғой», деді тағы да әлгі келіншек. «Жайыңа отыр ей қатын». «Немене, байынан айырылғың кеп отыр ма?» деді екінші бір сыпсың келіншек. «Сондай бар екен ғой, ха-ха-ха-ха». Көзі жасаураған Ұлтуған машинаның борттақтайын тырнағымен тырнай берді. «Күліңдер, күліңдер. Қалай табыласыңдар да табандарының астында бір түстің ғой», деп ойлады. Ал әйелдер болса, сөзі бірінен бірі қағып әкетіп қақпылдатып жатыр. «Сорлағанда майдан сорлады-ау байғұс», деді. Өзіне де со керек, сүйретілген неменің. Әлгі санды бала ауданға кеткен. О да бір бейбақ. Өзі айдатып жіберіп, өзі артынан іздеп жүрген. Мұнан әрі машина жүріп кетті де, қарсы алдынан жел гулеп Ұлтуған әйелдердің сөзін естуден құтылды. Қоғалы бұлаққа жетісімен машинадан жұрттан бұрын түсіп, қолына іліккен бір айырды алды да, жырылып өзінше бөлек шет кетті. Әйелдердің бәрі бұған жиренішпен жиырыла қарап, маңайларына жуытпайтындай боп көрінді.
Түске дейін ең болмаса басын бір көтеріп біреуге тіктеп қараған жоқ. Бұта-бұтаның арасындағы шөптерді жинастырған боп ылғи қылтасты жүрді. Екі-үш әйелдің басы қосыла қап, сампылдай сөйлесіп, сықылықтай қалған күлкілері естілсе, екі бетті өрттей жанып дуылдап кірерге жер таппай зақтайды. Түс кезінде әйелдер бір жерге жиналып, бастарына көлеңке жасап, сусындарын ішуге отырды. Әрқайсысы үйлеріне алып шыққан қарынға, торсыққа құйылған ашқан көже, қымыз айрандарын ортаға қойған. Ұлтуған болса басына байлаған орамалын жуған боп бұлақ басында жалғыз қалған. Ел құсап үйден айран алып шықпап еді. Асығыста қағазға орай салған бір жапырақ нанды суға матырып жеп отырған. Осы кезде әйелдердің бірі: «Әлгі ұлтуған қайда?» деді дауыстап. «Ибай-ау, не қашқақтап жүр бізден?» Сөйтіп еді екінші әйел бірдеңеде күңкілдей сөйлеп оған жауап берді. Оған сендердің не шамбайларың күйіп барады? Жә, сандалмаңдар, деді әлгі бірінші әйел өктем үнмен жеке сөйлеп. Бір айттыңдар болды ғой. Жаманғар мықты болса сәнді бала неге байын тыйып алмайды? Қойыңдар ондай сөзді, ұлтуған. Әй, ұлтуған. Жүр бері. Қазір. Бол жүр енді, онысы нес? Кінәлі болсаң сәнді баланың алдында кінәлі шығарсың. Жүр бері. Өмірінде біреудің өзіне аяушылық білдіріп, мүсіркеген сесте жарылып кетердей боп намыстанатын ұлтуған, мынау әйелдің мынау мүсіркеуге ет жүрегі езіліп, мүлде егіліп кетті. Көзі жасаурап, тамағына өксік тығылып үндей алмай қалды. «Әй, ұлтуған!» «Қазір!» деді әлсіз қырылдап. Бұл келгенде әйелдер сөзден су сепкенге тыйылып, сусындарын ішуге кіріскен. «Кел, қарағым, қақырғын түтеді ғой, мына айраннан жұтып жіберші», деді әлгі кекіс әйел қасына отырғызып. Мұнан кейін оны ешкім жерлеген де жоқ, қорлаған да жоқ. Тіпті мұның бар жоғында көңіл аудырған жан болмады. Бұған айтылар зәрлі сөзі тыйылды. Бәз баяғы қалпы қайта орнады. 3 күннен кейін жауын жауып, пішеншілер үйде қалған. Түске жақын жауын саябырлаған кезде ұлтуған қант шай үшін дүкенге келді. Ойламаған жерден ораққа кездесті. Мүлден семіріп кетіпті, ырсылдап демалады. Күн жауында салқын болса да өзі қара терге түсіп, быршылдап тұр. Ішіп алса керек, ұлтуғанды көріп, қызара күлімсіреді. «Сәлемет пе, ұлтуған? Әкейдің қазасының қайырын берсін», деп көңіл айтты. Онан соң жақындап кеп қол берді. Қолы добалдай, жұмсақ, майлы екен. Ұлтуған біртүрлі секем алып тітіркеніп қалды. Орақ болса ауылдан жырақ, шалғайда жататындарын аяқ асты бір жолмен болмаса келе алмайтындарын айтып біраз ақтала сөйледі. Өзі орынды орынсыз ырқ-ырқ етіп күле береді. Ұлтуғанға оның мына түрі де мінез құлқы ұнаған жоқ. Тіпті бір кездері өзі ғашық болған орақ осы деуге дәті барар емес. Орақ кейін бұрылған кезде шегін тартты. Құдай-ау, осындайда жалпақ адам болады екен-ау, сұмдық-ай. Үйге қайтып оралған соң әлгіндегі орақпен кездесуін есіне алған. Жігіттің добалдай майлы қолы, көңіл айтқан кездегі қызара тершіп күлген есіне түскен. Ноқай ғой, со күйі. Ноқай екен ғой, байғұс. Мен де соны жігіт деп есіме алып өкініп жүрмін-ау, ұят-ай, деп өзін-өзі жерлеп алды. Онан да байсыз-ақ өтейін де. Біреу терезені қаққандай болған. Ұлтуған шошып оянды. Үйдің іші тас қараңғы екен. Түннің ортасы болса керек. Рас қақты ма, әлде түсінбе деген болған жоқ, терезені біреу тағы да ақырын ғана шертіп тақылдатты. «Ұлтуған, мен ғой!» Мұнан әрі ұлтуған төсектен қалай атып тұрғаны, есікті қалай ашқаны, Майданың мойнына қалай асыла кеткен есінде жоқ. Майданың өсіп кеткен сақал мұртында елемеді. Сыртқы есіктің көзінде құшақтады да тұрып қалды. «Тоқташы, ұлтуған, ішке кірейікші. Менің үсті басым кір». «Мейлі». Онан соң жігіттің бет-аузын шөпірлетіп сүйе бастады. «Мейлі, кір болсаң да сүйем сені. Бетінен емес, табаңнан сүйем сенің, жаным, сағындым әбден». Ауызғы бөлмеге кірген соң қараңғы бұрышта екеуі бірін-бірін сипалап, мауықтары басылғанша ұзақ тұрды. Іргедегі қорадан қанаттарын сабалап әтеш шақырды. «Ұлтуған, мен жуынайыншы. Қазір мен су жылтып берем, бір атыла суға түсіп ал». Ұлтуған дереу қазанның астына от жағып, су жылтыды.
Қарсыласқанда қарамастан майданды өз қолымен шешіндіріп, дәл бір тұңғыш баласын шомылдырғандай жөкемен арқасын ысты. Бұрында семіз байғұс едің, құр қабырғаларың қапты ғой ырсиып, деп мүсіркеп қойды. Шомылып болғаннан кейін ұлтуған майданға әкесінің қалған ескі киімдерін кигізді де, оның кір киімдерін жинап алып жууға кірісті. Жаман иіс қоңыстары енді ғана сезген, жүрегі лоблығып кетті. Бір уыс боп бүрісіп отырған майдан оның қимыл қозғалысынан көз алар емес. Шашы тықырлап алынған, сақал мұрты қауқиып өскен, ұрты ортайған, түрі жүдеу, тек көзі ғана от шашып жалт деді. Барып жатсаңызшы, демалсаңызшы. Бірге жатамыз ғой. Өзің немен келдің? Жаяу. Құдай-ау, сонау ауданнан жаяу келдің бе? Деді ұлтуған шошынып. Иә, бағана кешкісін босатқан. Ертеңге дейін автобус күткенмен қалтамда бір тиын ақшам жоқ. Сонан соң жаяу жүріп кеттім. Қарыңды аш шығар. Кептеп. Ұлтуған кірін жуып боласап, самауырынды тұтатты. Бар дәмдісін дастарханға төгіп, екеуі ұзақ отырып шай ішті. Таң алдында ұлтуған сиырын сауып босатып жіберді де, сыртқы есікке құлып салып, өзі бала кездегісіндей ішкі ауыз үйдің терезесінен кірді. Әйтпесе маза бермейді деді. Мұнан кейін екеуі де ұзақты күнге тұяқ серіппей жатып ұйықтады. Түс кезінде есік алдына дүрсілдете шауып атты біреу келген. Сағынбай екен. Апа, мына ұлтуған қайда кеткен? Деп дауыстай сұрады көрші кемпірден. Білмедім. Ертеден бері үйі құлыпталып тұр ғой. Ұлтуған да, майдан да рақаттанып күліп алды. Өздерің осынша тапқырлықтарына мәз болды. Бір-біріне тығыла түсіп алаңсыз ұйқыға батты. Сырт дүние, тіршілік ендігі жерде екеуіне де қажетсіз еді. Бұл істердің аяғы немен тынарын, қалай бітерін екеуі де ойлаған жоқ. Ойлағылары да келмеді. Сағынысу бар, ынтыға түсу бар, бір-біріне еркелеу бар, бірін-бірін іштей аяу бар. Түрменің іші жаман шығар, деді ұлтуған. Атама, жақсылығы шамалы. Әуелгі күні кешкісін қорланғаным сонша тіпті өзімді өзім өлтіргім де келді. Бір лезде тауып алып тығып қойдым. Жұрт ұйықтаған соң күре тамырымды қимақ болғам. Астапыралла, қойшы майдан, оны не айтпашы, қорқам. Тегінде өмірдің опасы жалға екенін түрменде отырғанда сезеді екенсің. Қайсы еді бір әнде? Бұл жалған опасыз өтер-кетер ескен желдей деуші еді ғой. Дәл сол ой келді екен. Жылдап отырғандардың қалай шыдайтынына таңым бар. Сірә олар итжанды болып кететін шығар. Осылайша ұзақ күн өтті. Түнге қарай ел аяғы басылып, жұрт ұйқыға кеткен кезде ұлтуған есікті ашып сыртқа шықты. Сиырын сауып өзеннен барып суға келді. Терезелерін қараңғылап қойып, түннің бір уағына дейін оңдық-моңдық шаруаларын істеді. Таң алдында есіктің сыртына құлыпты қайта салып, екеуі тым-тырыс болып жата қатты. Тағы ұйқы, сыбырласа сырласу, бірін-бірін жақсы көріп ел жүреу, бірін-бірін аймалау. Бұл дүниеде тек екеуі ғана бар. Екеуінің ыстық махаббаты ғана бар. Мейлі, күндер өте берсін. Мейлі дүниені өрт қаптасын. Екеуі үшін бәрібір. Шатырлап жанып кеп, аспан екеуі осы жатқандарды басып қалса қандай жақсы болар еді. Бұл күн ұзақ өтті. Көшеден дабыр-дұбыр сөйлесіп жұрт жүреді. Бұзау мөңірейді, ит үреді, тауықтар қытқыттайды. Екінші күн екеуі де сыртқа шығып қол ұстасып ауылдан ұзап далада қыдырысады. Таза ауада бойларын жазды. Шық түскен көкшөкке отырып алдағы тіршіліктерін сөз қылды. Ауылдан кеткеніміз жөн болар, деді майдан. Мына Қарасайға барып мен теміржолға жұмысқа кірем. Қаласаң сен де жұмыс істерсің. Әйтпесе тіпті үйде отыр. Асырай алмай бара-жатқан кіміміз бар? Саған уақытында тамақ пісіріп қойып күтіп отырсам ғой. Иә, шынында да. Мен сен үшін тамақ пісіріп күтіп отырғаннан өзге ештеңе тілемесем, майдан. Не? Мен екі қабатпын. Рас айтасың ба? Жаным-ау, менің тілегім сол еді ғой. Енді болды. Енді бір-бірімізден кете алмаймыз. Өмір бойы бірге боламыз. Тоңып қапсың ғой. Жүр, қайталық. Шығыс жақ баяу ғана қылыңата бастады. Қараңғылық ыдырап, төңірек бозаң тартты. Ең әуелі бытпылдақ оянады екен. Әр тұстан бір-біріне хабар беріп бытпылдақтай бастады.
Келесі күн ең ұзақ күн болды. Уақыт мүлдем жылжымай қойды. Алғашқы күнгідей ұйқы да жоқ. Түс кезінде екеуінде ұйқылары қанып оянды да содан кешке дейін үй ішінде сенделіп жүрді де қойды. Екеуі де сығалап перде астынан далаға қарайды. Болымсыз нәрсені қызықтап сөз қылады. Мына көрші кемпірдің атағасы лақтап қуып жүр деп күледі ұлтуған. Майдан болса дүкен жаққа қарайды. Әне Сағынбай кеп атынан түсті дейді. Майдан, сені сәнді бала іздестіріп жатқан шығар, 2 күннен бері қайда жүр деп. Іздестірсе тауып көрсін. Екеуі де қосыла күлді. Сәлден кейін ұлтуған ойлы күйлі күрсіне сөйледі. Бүйтіп қашанғы тығыла отырамыз? Бәрібір табады ғой деді. Осы сәтте екеуі де бір-біріне тура қараудан тайқып, шақтарының бұзылар шағын үреймен естеріне алды. Көңілдері жүдеп сала берді. Майдан, осы сенің неше балаң бар? 4-еу. Мейлі тіпті 10 болса да, енді қайт сәнді балаға бармаймын. Ал мен сені барам десең де жібермеймін, деп ұлтуған оған еркелей асылды. Енді екеуінде күннің тезірек батуын тіледі. Кешегідей қырға шығып таза ауа қол ұстасып жүруге асықты. Бірақ ол ойлағандары болмады. Кешке қарай аспанды тұтасқан қара бұлт торлап, жарық-жұрық найзағай ойнап, дауылдатқан нөсер жауын жауды. Содан түні бойы бір толастаған жоқ, селдетіп құйды да тұрды. Тек ертеңіне түске жақын ғана басылды. Ұлтуған да, Майдан да даланың тұнжыр қабырғасынан еңселері түсіп, езіліп үш құса күйге түскен. Түсте күннің көзі бұлт астынан жарқ етіп шыға қалған кезде қуанып кеткен ұлтуған. Ту, тамашасын-ай, далаға шығайықшы деді, шыдай алмай. Сен шығып біраз жүріп қайт. Сен ренжімейсің бе? Жоқ, тек сыртынан жауып кет. Онда мен біраз барлау жасап қайтайын, дүниеде не боп не қойып жатыр екен. Сұрағандарға қалаға барып қайттым деп қоям. Жауыннан кейін дүние тегіс шуылған, мөп-мөлдір таза еді. Аспандағы жел қуған бұлттар тоз-тоз боп ыдырай жыртылып, жөңкіп барады. Тысқа шыққан бойда ұлтуғанның көңілі алып ұшып, өзінен өзі бір жаққа барғысы кеп, жүргісі кеп кетті. Қайда барса? Айтпақшы дүкенге баруына болады. Майданға бір жарты әкеп беріп, бір қуантысында. Ішпегене көп болды ғой, бір жасап қалар. Сөйтіп дүкенге қарай жүрді. Көше бойы есік терезелерінен сығалай қалған қатындардың бірде-біріне пысқырып та қараған жоқ. Кеудесін тік ұстап, ерегіскенде аяғын алшаң басты. Бұға берсең сұға береді дегендей, жұрттың басынып алатын әдет емес пе? Деп қойды. Дүкенде көп ешкім жоқ екен. Бір-екі бақташы жігіт арақ алып тұрып, және топырлаған бір ұсақ балалар жүр. 6-7 шамасында қара домалақ баланы қоршап алыпты. Оның қолында 2 бос бөтелкесі бар. Сатушыға ұсынып тұр. Кәмпит беріңізші дейді тақылдап. Әй, сенен бөтелке алмаймын, апаңның өзі әкеп өткізсін деген сатушы. Апам ауыр жатыр деді бала. Ауыр жатыр ма? Онда амал жоқ деп сатушы бөтелкелерді алды да арзан конфеттен өлшеместен бір уыс қып балаға ұстата салды. Ендігәрі бөтелке әкелме, сенен алмаймын деді ескертіп. Енді үйде бөтелке жоқ. Балалар шығып кеткен. Өзі бір тақылдаған сүйкімді бала екен деді еріксіз жымиған ұлтуған. Соңынан сүйсіне қарап. Әлгі Майданның баласы ғой дей салды сатушы. Ұлтуғанның жүрегі зырқ ете түскен. Не істеп не қоярын білмей, бет-жүзі дуылдап атып сыртқа шықты. Балалар дүкеннің алдында конфетті бөлісіп тұр екен. Қайсысы еді әлгі бала? Анау екен ғой. Әй бала, сенің атың кім? Сайлан. Апаңның ауырып жатқаны рас па? Рас, бағана үйге доктор келген, жүрегі ауырады дейді. Балалар бірін-бірін қуып жарыса жөнелген. Ұлтуған есінен танғандай сілейіп тұрды да қалды. Әлгіндегі алып ұшқан көңіл, қуаныш атаулар түсе-түтес шығып, лезде ғайып болған еді. Енді иіні салбырап сүмірейіп кейін қайтты. Тура Майданның үйіне қарай бет алды. Не де болса сәнді баланың өзін көру керек. Майданның үйі осыдан 3-4 жыл бұрын өзі бригадир болып жүргенде салған 4 бөлмелі верандасы бар үлкен үй еді. Ұлтуған келгенде жасы 10 шамасындағы шашы жалбыраған қыз бала верандада кір жуып отыр екен. Майданның тұңғышысы осы болу керек. Өңі Майданға да сәнді балаға да ұқсайды. Жуып отырған кішкентай інісінің киімдері. Апаң үйде ме? Қыз ұлтуғанды көріп сәл тіксініп қалған. Есі кірген бала ұлтуғанның кім екенін іштей сезетін сияқты. Апам ұйықтап жатыр, оятуға болмайды, деді онан соң.
Ұлтуған веранданың ішіне, оның ашық тұрған есіктен ішкі бөлмелерге көз тастаған. Барлық тұста шашылып жатқан балалардың киімдері, жуылмаған ыдыс-аяқтар, нанның қоқымдары. Еденді мына қыз бала жуған болу керек. Шамасы жетпей сатал-сатал қып езіп тастаған. Қарап тұрып адамның көңілі жүдейді, еріксіз аяйды. Қыз мұның мына тұрысына қайтып көңіл аудырған жоқ. Езілген кірін жуа берді. Даладан шар етіп баланың жылағаны естілді. Қыз атып шығып кетті. Мен саған жылатпай ойнат дедім ғой, деп өзінен кіші біреуіне ұрса бастады. Ұлтуған енді байқады. Үйдің көлеңке жағында 2 жасар ұл баланы 5-тер шамасында қыз бала қол арбаға отырғызып сөйлетіп жүр екен. Жүрегі шым-шым етіп шаншып кеткен. Ұлтуған мұнан әрі тұра беруге төзе алмай жүгіріп шығып үйіне беттеді. Алқына басып келген бойда сарт-сұрт жұлқып есіктерін ашты да түпкі бөлменің босағасына кеп тұрып қалды. Майдан, тез киіміңді ки де шық, деді онан соң бұйырған үнмен. Не болып қалды? Киін. Түкке түсінбеген Майдан көз бағжаңдап киінуге кірісті. Киініп болған соң, «Я, не болып қалды?» деді үйреніп. «Үйіңе бар». «Бар айтпағың сол ма еді?» «Я, Майдан». «Айналайын, мен десең үйіңе бар. Мен ешқайда кетпеймін ғой. Тек бүгін үйіңе баршы, тыңдашы, тілімді алшы бір рет». Майдан екиін салбырап көп отырды. Ақыры Ұлтуған айтқанының қайтпасына көзі анық жеткеннен кейін барып, «Мақұл» деп лажсыз орнынан тұрды. «Тек ертең қайтып келем өзіңе. Ендігі жерде сенсіз өмір сүре алмаймын». «Жарайды, бара ғой жаным. Тоқташы, кәне сүйші мені». Майданның үйден қалай шыққанын, сұңқиып көше бойлап қалай жүргенін Ұлтуған терезеден көз алмай бақылап тұрды. Ыстық жас бетіне сорғалап жол сызады. Сол күннің ертеңіне Майданнан Ұлтуғанның үйіне келмес бұрын жолшыбай кеңсеге соққан. Жұрт гу-гу етіп жүрген. Ұлтуған таңертең ертемен бұл ауылдан көшіп кетіпті. Қайда кеткен жан білмейді. Майдан сенер-сенбесін білмей алып ұшып Ұлтуған үйіне келген. Аңғал-саңғал ессіз жұрттың үстіне шыққан. Дымы құрып бүктетілген күйі босағаға отыра кетті. Айырылып қалғанын білді. Тарқатылған саңғилы ойдың түйіне жете алмай дал болды. «Апыр-ау, Ұлтуғанның мұнысы несі?» деп налыды.